қыздар, қайырлы кеш. Қалдарың қалай, қыздар? Қайырлы кеш. Қалай өтіп жатыр демалыс күндеріміз? Қандай тема айтайық? Не айтайық? Айтқым келмей қалыпты бір нәрсені. Бөпе көтергісі келіп жүрген қыздар туралы айтайыншы. Бөпе көтергісі келіп жүрген қыздар, бөпе көтере алмай жүрген әдемі болыңыз. Мен ана группаға айтайын, қалай әдемі болып жатқан, мына инстаграмға айтпаймын деймін ба? Мен деген қылмыс жасап отқан адаммын деймін ба? Құдайдың өзі кешірсін деймін ба? В общем, мен тығылып барып 2 күн баняға түстім. Содан кәдімгідей обливание жасап холодной водой, прямо, ой, енді кәдімгідей ұйқым келіп тұр. Обычно ұйқым келмейді ғой, беспокойство болады, әр нәрсені ойлайсың. Сол сөйттім, содан рахаттанып қалдым. Сол бөпе көтеру туралы айтайыншы қыздар. Мен енді талай қыздармен сөйлесіп жатырмын ғой. Сосын кәдімгідей мен көріп жүрмін өзімнің айналамызда. Ақмарал, сәлем, қалайсың? Араласып жүрген адамдардың ішінде күшті, Ақмарал, просто енді барынша көзге көрінген жоқпыз. Тихо, молча барып, жүйрігі бар достарымыздың үйіне барып, сол кішкене тығылып, әйтпесе бір білмеймін енді. Біз сондай халықпыз ғой. Біз бір-бірімізді жақсы көретін халықпыз ғой. Бір-бірімізсіз, достарымызсыз өмір сүре алмайтын халықпыз. Сол бөпе көтергісі келіп жүрген қыздар, былай қылыңдаршы. Бірінші ойланыңыздар. Бала, бөпе бар ғой, бөпе. Ол бөпе сенің күйеуіңнің қанынан келеді бірінші. Содан кейін сұрақ қойыңыз, қайын жұртты жек көріп жүрген жоқпын ба? Даже қайын жұрттың ішіне сенің абысының да кіреді. Сол қайын жұртты жек көріп жүрген жоқпын ба? Сәлем, Айна, қыздар, қалайсыңдар? Сосын соны ойлаңыздар, одан кейін енеге, атаға, ең басты сол қыздар, ең басты сол. Сол адамды жек көргеннен кейін сол қанды, сол қанды көбейтуге келген адам болғаннан кейін біз осы әулетті бақытты етуге, осы әулетті көбейтуге келгеннен кейін сол әулеттің барлығын қандай болса да қабылдауымыз керек, қыздар. Золотое правило, қыздар, золотое правило. Анау денсаулық, тағы бірдеңе ойнап қалады, қыздар. Именно бөпе көтере алмай жүрсек, значит, у нас сәлем, Гүлмира, қайын жұртқа отношенияларыңды проработайте, кәдімгідей ойланып, кәдімгідей етіңдерші. Сосын өздеріңіздің кислородтарыңызды өздеріңіз жаппаңыздар. Тағы золотое правило, расслабьтесь. Мына оның барлығы, мысалға, мына тақыр жерге, тастай тақыр жерге, қу тақырға қанша ексең де, мына көкөніс беретін, жеміс беретін, кәдімгі культурный растение бар ғой, сол өспейді ғой. Әйел тастай болмау керек, әйел напряженный болмау керек. Әйел борпылдақ, әдемі, босаңсыған, құнарлы топырақ болу керек. Дәнек тастап жүрсең, помидор өсіп шығатын, дәнек тастап жүрсең, жаңағы клубника өсіп шығатын, сондай бір кәдімгідей жұмсақ топырақ болуымыз керек. Напряжение болу, ана жек тырыспау керек, қыздар. Расслабьтесь, босаңсыңдар, бос болыңдар.
біз лайықтымыз, Алланың бүкіл жақсылығына лайықтымыз, қыздар. Пожалуйста, расслабьтесь, пожалуйста. Мына күшті бір үйге шығып кеткенде бала туам. Ана енемнен бөлек қашып кеткесін туам. Күшті бір үй алып алғаннан кейін туам деп өздерің ана понимаю, гнездование деген болады. Бір отауды сайлап алып барып, жаңағы дайындап қойып барып, жаңағы құстың өзі де ұясын салғаннан кейін жұмыртқа салады ғой. Понимаю, конечно. Мен бір үлкен адам, жиі қонаққа келетін үлкен адам, ұлты басқа, Алматыда тұратын. Сол бөпе болмай жүрді келінінде. Біздің бір рет бөпе көтерді де, ол замерзші болып алып тастады. Көбіне сол келін туралы айтып отырады. Жаңағы моя жаңағы келін мне подарила сотовый телефон, там сделала ремонт, там бірдеңе. Мен көбіне тыңдаймын ғой. Бір жылдан кейін әлі сол әңгіме айтып отқан. Сосын айттым, Альфия апа дедім да, келін так не говорила, осындай мынадай сөз айтты ма, үйдің барлығын әп-әдемі қылып ремонт жасап болғаннан кейін барып туам деп айтты ма десем, я сөйтіп айтты. Вот поэтому у них детей нету, я. Салтоша, сәлем, қалайсыңдар? Сол ол өзі өте жағдайы керемет байдың қызы да. Сол мынандай простой адамның үйіне келгенде, андай условия жоқ жер, условия жоқ, сосын мен тумайым деп ойлап қойған ғой, сосын бөпе болмай жатыр қыздар. Сосын қараңдар үйдің ішін, мына бөлме аз, или жаңағы мен, я не говорю, бір қуықтай бір бөлмеде біреумен тұрып бала ту деп айтпаймын. Бірақ енді сен өзің келгенде, мысалға, бір үйге келдің ба, бір жылдан астам бала болмай жатыр ма, онда ойланыңыз, я қайын жұртты жек көріп жүрміз, или үй дұрыс емес деп ойлап жүрміз, или бір қыздар, сондай нәрсені қойып қоймаңдаршы, пожалуйста. Мен көп адамдарды, мен бірнеше адамның жиынтығын жасап отырмын. Содан кейін ана ене бір балаға жабысып алады. Бір шеше деген өздерің солай болмаңдар ертең. Бір балаға жабысып алып, бір баланы жақсы көретін, сол баласын ерекше жақсы көретін адам болды. Сол ерекше жақсы көретін баланың келіншегі болсаңыз, кішкене қиындау, бірақ енді анасы баласын қылғындырып жабысып, жаңағы нетіп жатса да, баласын беріп тастаңыз. Бәрібір күйеу сенікі екенін білесің. Анау анасы қазір даже 50-де болғанда да, 30-ағы жыл, мысалы 80-ге жетті дегеннің өзінде 30 жылдан кейін өзіңе қалады полностью. Оның жасы 60-ға келсе, примерно 20 жылдан кейін 70-ге келсе, бір 15-20, в общем, сондай уақыттан кейін бәрібір де кететін адам болғаннан кейін беріңдер. Күйеулеріңмен, ана енеңіз баласын қызғанып, баласына жабысып таласып жатса, баласын бере салыңыз. Ал егер сен де сөйтіп оны жабысып, мына екі ортада ер адамды тартсаңдар, екі ортада шыбын өледі болады да, ер адам жанды болады. А сен тартпай жіберіп қойсаң, наоборот, күйеуің саған тартылатын болады. Звонок келіп жатыр ма? Звонок түсті ғой. Сол қараңыздар ше, егер де сондай не істесе, ол енені соперница, ол енені или бір какой-то монстр деп қарамаңыз. Ол ана, который сильно любит, эгоизммен қатты жақсы көріп тұрған әйел деп қабылдап, баласын беріңіз, таласпаңыз. Сонда ана успокоится и баласын өзінің саған кейін қарай итереді. Солай, Альбиночка, сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Қайырлы кеш. Содан кейін тағы қандай ойыма түсірейін. Сосын мына құрсақ туралы мен пост жазамын дегенде үміт көтеремін. Құрсақ, иә? Құрсақ деген ол біздің маткамыз, иә? Бала сол құрсақта жатады. Құрсақ деген сөз менің ойыма келсе, мен бірден алтын құрсақ деп айтамын. Алтын құрсақ ана. Алтын құрсақ ана. Бізде, например, көпшілігінде құрсақ деген это матка. Ол жер деген, в общем, бұл әйелдің жыныс мүшесі, да, былай жыныс мүшесі бұл. Көпшілік жағдайда. Сол жыныс мүшесі
бізде мына қыз бала дүниеге келгеннен кейін ана бала етегі жабылып тұру керек, трусы көрінбеу керек деп тәрбиелейміз ғой. Етегіңді жап. Сонда бұтақан трусы көрініп тұр, трусиді папай, мама, ешкім мама ғана көреді, басқа ешкім көрмеу керек. Әне давай жап, ет болады. Болмаса мен көбіне қызымды мысалға садикке бергенде өмірі лосинеймен сондаймен жіберемін. Көйлек кисем де қыздар сәлем қалайсыңдар, лосинеймен жіберемін. Сонда қандай тема бөпе көтере алмай жүрген адамдар көп нетіп кетті. Соны кішкене айтып жіберейінші деп жатқаным. Сол енді тағы бір жағы несі, сол қыз бала келді. Сосын біз көбісі қалай айтады, жап, андай. В общем, ол жер төменгі жақ бізге ужасный нәрсе болмайды. Бірдеңе деп жаңағыдай баланы, в общем, былай деп дәрет алады ғой, сонда жайлап құлағына сіңір. Бұл ең таза жер, бұл жер таза болу керек. Бұл сен ең жақсы жер, ең таза жер. Сол жер сеніңдай сақ бол, бірдеңе деген қорқыныш емес. Сол сенің жақсы таза жеріңді таза қылып ұстау керек деген мағынаға жайлап келтіру керек. Бізде көбіне мен жеке консультация қыздармен сөйлесем ғой, сол кезде көп адамдар сол төменгі жағын да, әйел адамдар төменгі жағын жаман, жеркенішті, тағы бірдеңе деген сөздермен нетеді. Ассоциация сондай. Ал негізінде біздің ол төменгі жағымыз, бұл жер қандай жер? Бұл деген өте ең таза жер. Мысалға біз аузыма лас нәрсе салмаймыз ғой. На самом деле ауыздың іші толған микроб. Тістің арасынан жуып тұрмасақ, ол таңертең жумасаң, бір-екі күн демей қойып, бір күн жумасаң, аузынан жаман иісі шыға бастайды. Сәлем. Қыздар, қалайсың? Мадиночка, сәлем, қалың қалай? Өсіп атсыңдар ма, аман есен? Қалайсыңдар? Сол қыз бала көтеру үшін істеу керек. Аллаға айтасың, Аллах тағалаға айтасың кәдімгідей. Сосын кішкентай девочкаларды көрсең, мен қызымның шашы осындай болады, көзі осындай болады деп сөйтіп өзің тілеп жүр. Аллах тағала маған осындай қыз бала керек деп Аллаға тілеп ниет етіп жүр. Алла өзі береді. Содан кейін сондай бір түрлі көбімен сөйлесем ғой, ол жақ, в общем, ең жаман жақ сияқты болады. Ұятты жер, какой-то ужасный жер, в общем, нельзя, что дегенде. Жоқ, қандай етекті жабып үйретеміз, бірақ бұтақан қыз бала көп жап, бұл жаңағыдай жақсылар жуып, Аллах тағалам, қыз баланы жуындырған, Аллам, абырой бере көр, Аллах тағалам. Мысалға қыз бала енді неше жасқа, 9 жасқа келгенше өзің жуындыратын шығарсың, енді үйреніп кеткенше толық 8 жасқа дейін ба, сонда сен ғана жуасың, анасы ғана жуады. Сол кезде жуындырған уақытта ішіңізден, Аллах тағалам, абырой бере көр, Аллах тағалам, сол кәдімгідей баланың несін аналық алақанымен баланы жуындырған кезде Алланың нұрына шомылдырып, тазартып, солай жуыңдар. Ағайырке, сәлем, қалайсыңдар? Енді құрсаққа келдік, құрсақ. Енді біз өстік, бізге үлкен келіншектер, әйелдер, сол кезде мына құрсақ деген біздің ең қандай жер? Ең таза жер. Бұл жерде өмір пайда болады. Өмір, тіршілік пайда болады. Бұл жер өмір сүретін жер. Бұл ең таза жер, қыздар. Содан кейін құрсақ ластанады, егер Алла сақтасын, бірнеше связь болған қыздар бар да. Сол қыздар мысалға бірнеше связь болып қалса, Алладан кешірім сұрап тазартамыз. Себебі сені адам етіп, сені әйел етіп алам деп ойламаған ер адам тек қана сарып кетеді. Тек қана пайдаланып кетеді. Яғни сен ол сенің алтын құрсағың кішкентай бөпе келетін ең таза жерге негатив қойып кетеді. Сондықтан сондай жағдай болса, біз соны Алладан кешірім сұрап, сол Алланы тазарта көр деп Алладан
сильно раскаиваться етіп, яғни қатты тәубеге келіп Алладан кешірім сұрап тазартсаң, тазарады. Аллах тағала бәрін қабыл етеді, мықтап тұрып Алладан кешірім сұрап тазартып, тазарынып алу керек. Содан кейін бір Алла енді ондай болған енді өмірде 4 жасы, 5 жасында, 4-5 жасында, 6 жасында зорланған қыздар бар арамызда. Сол қыздарда ол баяғыда өтіп кетті. Соны кәдімгідей Аллаға нетіп, кәдімгідей Алла менің жүрегімнен, менің жадымнан, менің бүкіл болмысымнан Аллах тағала тазарта көрші, ұмыттыршы Алла маған сондай сол болған оқиғаны ұмытуға маған қуат берші Алла деп кәдімгідей я уже грязная деп ойламай сөйтіп тазартып алыңдаршы. Потому что солай зорланып қалған қыздардың күйеулері оларды сыйламайды. Неге? Себебі олар ішінен я грязная девочка деп ойлайды. Неге аяғым ісіп ауырлап тартып тұрады? Бір үлкен энергетика бар секілді сезіледі. Беременна әйел адамның денесі солай қызады ғой. Денесі қызады, артық қызады. Үйде сендерде күн ыстық болса, аулаға шығып жүйрейді тұрсаң только алақанды. Аяғы ауыр адам солай болады. Алақаның табаның ысиды, солай қатты қызады. Потому что қан 4 есе артық айналады. Заземление жаса, дала болмаса, кәдімгі үйдегі кухняда кафель бірден болса, жерге жер ана бойымдағы артық мен ала көр, тоқты ала көр деп, я Аллах тағалам деп, Аллаға сен бойыңнан заземление жасайсың. Болмаса далаға кәдімгі прогулкаға шықты, бір жақсы күшті таза жерге табиғаттың аясына барды, неге қарап тұрып, құблаға қарай қарап тұрып, Алладан тазартуын сұрап, бойынан артық энергияның шығуын, терезені ашып, побольше таза воздухын келіп сөйтіп денең қызып жүреді ғой. Все енді сен сондай жағдай болды, мысалға қыздар, кішкентай қыздарды берегейте их, пожалуйста. Никогда әжесінің қызы, бірдеңесінің қызы бер жіберіп, сол қайнені, бірдеңе нағашы үйлеріне жібермеңдерші, пожалуйста. Қызды берегейте, девочек, пожалуйста. Сосын қыздарға үйретіп қойыңдар, қыздарға бірдеңе деп зіркілдеп бақырмаңдар, қыздарға айтыңдар, жаным, ботақаным, сені ешкім ренжітуге құқы жоқ, сені мен қорғаймын, папаң қорғайды, Аллах қорғайды, біреу ренжітсе айтып қой деп айтыңдаршы, пожалуйста. Сол егер жаңағыдай сенің еркіңнен тыс сенің құрсағың ластанған болса, онда солай тоже Алладан сұрап тазарыңыздар. Егер де сен білмей жаңағыдай байланысқа түсіп құрсағың ластанған болса, Алладан кешірім сұрап, сол құрсақты тазартып аламыз қыздар. Және өзіңіз мен баяғыда бір анандай мынадай деп санап, өзіңді өзің грязный сезінгенше қыздар, лучше менің құрсағым алтын, Аллах тағалам жаңағы балапандарымның орнын тазарта көріп, представь, неше бөпең болады қыздар. Бөпе көтеру үшін ол иногда біреудің бөпесін көргенде есіңе түсіп, сөйтіп жүрсең, жүре бересің. Енді бөпе деп табынып, бөпеге табынып, бөпені күні бойы круглосуточно ойлауға тағы болмайды. Сондықтан күйеуіңмен жаңағы бұрын бөпелері бар, бірақ одан кейін көтермей қалған болса, сол кішкентай бөпелер өсіп кеткен бөпеңнің жаңағы үлкен суретін андай холодильникке бірден қойып, папасымен несімен жаңағыдай, сен примерно 10-да балаң бар, тағы да көтере алмай жүрсең, сол 10-дағы балаңның кішкентай кезіндегі суретін, егер ол ұл болса, мысалы қыз андай үстінен магнитный әдемі магнитный жабысатын бар, соны бір заколка сияқты ма, соны жабыстырып қой, типа сондай қызым болатын сияқты деп, кішкене жаңағы Алладан тілек тілеп, маған осындай қыз керек деген сияқты, Аллах тағала өтінен бір осылай қыз бересің ба деп құлшылығын жасап, сөйтіп сыйынсаңыздар, Содан кейін біреудің бөпелерін көріп қалсаңдар, бір қызды көрсең, шашы қандай әдемі, менің қызым шашы осындай болады,
бір әдемі көйлек көрсеңдер, мә бұйырса осындай қыз көйлек киеміз біз деп кәдімгідей нетіп жүріңдерші. Жаңағы тілек тілеп, сөйтіп тазарынып, Марал ханым қараймайын десем деп бір адамдарды қарай береміз нарамдар. Энергияңды берсең, сояққа сенің өзіңнің мақсатың алыстайды. Өзіңнің мақсатың, Альбиночка, өзіңнің мақсатың алыстайды ғой. Неге олай қыласың? Неге энергияны біреуге бересіңдер, қыздар? Мен түсінбеймін. Қалай энергияны біреуге беріп қоясың? Сен онда представь қазір, Альбиночка, үйдегі бүкіл дүниеңді, дүние мүлкіңді, үйдегі бүкіл әдемі киімдеріңді, үйдегі бүкіл тамақтарыңды қапшыққа коробкаға салып, сол үйге апарып тастағаныңды елестет. Сен ойла. Мен егер үйтпесе болмайын деп тұр, сен миды сөйтіп түсіндірмесе, Инстаграм парақшаға біреудің, керек емес біреудің парақшасына кіргің келіп бара жатыр ма? Сол парақшаны көргеннен кейін қаның басыңа шаба ма? Онда қарайын деп жатқанда ойша үйдің барлығын упакуй, үйдің барлығын заттарын бәрін сал, ең күшті қымбат нәрсенің барлығын коробкаларға, қапшықтарға сал да, сол үйге апаруға дайындал. Соны мен мына Инстаграмда сол парақшаны қарап қазір соны боқтайтын болсам, мен де оны соны мына бүкіл дүние, үйдің Алла берген бүкіл нығметтердің барлығын соны үйіне апарып тастағанмен бірдей деп ойла. Сонымен бірдей шынымен де. Адамның қуаты өзіне керек. Адамның қуатын Алла беріп тұрғаннан кейін, сен мысалға балаңа қалтасына ақша бересің, тамағыңды ал деп, мысалға 200 теңге бердік деп, 100 теңгеге буфеттен бірдеңе ішесің, 100 теңгесін жинай бер копилкаңа десе, ол балаң қолынан 100 теңгені алып біреуге беріп қойса, болмаса керек емес нәрсе алса, сен соны білсең, келесі 100 теңгені, 200 теңгені оған бересің ба? Бермейсің. Мұғаліміне бересің ақшаны, бөпенің есін сағынып жүрмін. Немерелерім болады да шеш. Айна, сен бөпелерің нешеу? Немереге дайындаламын да шеш. Айна, занимайся собой. Айна, больше двигайся, больше прыгай, больше нет. Өзіңді дамыт. Сен үйге керемет келін келсін деп, өзің керемет келіншекке айналсын да, сондай келін келеді. Красавица, рахмет, значит, ты такая красавица. Немерем болса екен, Алла берсе болады ғой. Жазып қой, бір неге алып, осындай немерелерім болады, осындай болады. Біреу өнерлі болады, біреу шебер болады деп. Не ойлаймыз, сол болады ғой. Жақсы нәрсе ойлай берейікші. Энергияны, қыздар, ешкімге бермеңдер. Мына телевизорды, Қалампар ханым, саламатсыз ба, қалайсыз? Красавица. Телевизорды бар ғой, көру үшін, біз оны тоққа тығамыз, или болмаса пылесос, мен телевизор қарамаймын ғой. Мысалы, пылесос, үйді тазартасыз, бәріміз үйде пылесос ұстаймыз ғой. Свет сөніп қалды. Или болмаса пылесосты тоғына қоспасаң, үйде пылесос ұстай алмайсың. Сол сияқты, Алла бізге қуат бермесе, біз ешқандай да тіршілік жасай алмаймыз. Алла қуат берсе, қозғаламыз. Алла қуатынан айырса, парализованный жатамыз, Алла сақтасын, Егер бір дұрыс ойламай қойсақ, Алла қуаттан айырса, парализованный адам жатады, Инсульт қылып тастайды, Ал қуатты беріп қойды ма? Саған берген қуатты біз неге біреуге береміз? Өпе көтере алмай жүрген қыздар қуатын қайда береді? Біреуге ренжуге береді. Біреуге өкпелеуге береді. Ол адамның қуат келіп жатыр ау Алладан. Ана дұрыс достойны болмасақ та береді қуатты Аллах Тағала. Бізге мықты үміт нетеді ғой, бізді жақсы көреді ғой, сол жақсы көретін пенделеріне береді ғой, қуатты әйтеуір береді. Тұрып нәпақаң тауып келуге, бір кусок нанын тауып келуге қуатты береді. Егер должным образом Аллаға сыйынсақ, Алла қуатты молырақ береді. Содан кейін садақа бергенде, адамға жақсылық жасағанда қуат тасиды. Біреуге комплимент айтқанда қуат тасиды. 5 бөпе, шүкір, Аллаға шүкір, байсың. Мысалға,
Біреуге комплимент айтсаң, қуатың тасиды. Біреуге жақсылық жасасаң, қуат тасиды. Біреуге жақсылық жасайын деп ойласаң, қыздар, представляете, дейді. Біреуге бір жақсылық жасайыншы деп ойласаң дейді, ойласаң. Және оны жасасаң, саған 10 есе қайтады дейді. Ал егер сен біреуге мысалға жақсылық ойлап, мысалға бір көрші қатты ауырып жатып қалды, үлкен кісі. Сен ол кісіге әдемі бір чаю бірдеңелерін алып барайын деп ойлайсың да, бірақ бара алмай қаласың. Баладан, шағадан бара алмай қаласың, бара алмай қаласың. Егер сен барам дегенде жаңа көрші әжеге жақсы тәтті бірдеңелерді алып барсаң, саған 10 есе жақсылық жазылады. Егер сен оған бара алмай қалсаң, тек қана ойладың, но бара алмай қалсаң, онда 1 сауап жазылады дейді. Ойласаң 1 сауап, ойлап және сен оны орындасаң 10 сауап жазылады дейді. Егер сен жақсылықты, жамандықты жасасаң дейді, тап сонда жамандықты сен өзің көресің. Жаман ой ойлайсаң, тап соны өзің көресің. Егер сен жақсылық жасасаң, 10 есе қайтады. Білесің? Сондықтан энергияны, қараңдаршы, энергияның формуласын. Алла қуатты берді. Ол қуатты көбейткіміз келсе, онда біреуге берген деген қалай? Біреуге берген деген, мысалға, біреуге біз егерде біреу өсек айтып отырады, қасыңа, Гүлзия, сен қасыңа біреу өсек айтып отырады, келіп, сен соның көңілін қимай өсегін тыңдасаң, сен қосылып өсек айтқанмен бірдейсің. Сонда өсек айтылған жерде адамның міндетті түрде басы ауырып, түрі сұрланып, жүзі жаман болып кетеді. Сосын өсек айтып отырған адамдардың түрлерін қарасаң, одан түрлері страшный болып кетеді. Қарасаң страшный енді. Сосын сен де сол энергия кіріп кетесің да, ол энергияны сенен сорады. Яғни шылар сыбырлап атқан жерде, сен сол шының энергиясына, ол сенің бүкіл жақсылығыңды алып кетеді. Отақа, неге аштың терезені? Аққанат? Неге терезені аштың? Мынаны неге ашып кеттің? Дети же спят. Жап. Мына жап, мына есті жап. Мынаны тоже жап. Мынаны жап. Потом мынаны жап. Мына есті жап. Ана есті жап. Бөпелеріңе салқын тиеді. Мысалға да, сондай жаман өсек айтқан жерге, жамандық жасаған жерде отырсаң, мысалға, сен қонаққа барасың, қонаққа барған жақсы ғой, барасың. Бірақ сол қонақта 15 адамның 10-ы арақ ішіп отырса, сен шаршап келесің, солай емес пе? Себебі это нехорошая энергия. Сен бәрібірде сол адамдарды сыйлағаннан сол ортада отырасың, бірақ сен біліп отырасың сол жаман. Сен бірақ оларды мынау қандай нашар адам еді деп жаман ойламай сыйлап, жарайды, бір күні рухани дамып, бір күні өзі бір осындай жақсы деңгейге жетеді, Алла бұйырса деп ниет етіп, бақыт тілеп отыра білсең, сенің энергияң кетпейді. Бірақ бәрібір кішкене болса шаршап қаласың, Ал егер, бұдан папаға айтасың ба? Чайник қойып жіберсін. Күйеуім жұмсақ қойын. Содан кейін, мысалға, сен өзің, біреуді егер іштей жүріп, сол мысалға бір адамның инстаграмына, Гүлзияда, сен бір абысының ба, бір коллектив ба, бір өмірі сенің палка в колеса салып жүреді, мысалға, сені жамандап жүретін, осы адам неге мен артынан қалмайды, неге мені жамандай береді деп сөйтіп жүрсе, сол адамды, ол сені өмірі жамандап жүргеннен кейін, сен де оның несін қарайсың да, инстаграмын қарадың делігі, мен өзім қарамайды екенмін. Сосын жаңа қыздар білем ғой, сөйтетіндерін, сосын қандар басына шабатындарын, қалшылдайтындарын. Сосын сен соның инстаграмын қарайсың, жының келіп тұрады да, мысалға да, енді өйте алмайтын болған, сен түсіндіре алмайтын ол жағын, жыны келу жағын, Сол кезде не істейсің? Сенің энергияңды бойыңдағы
әдемі махаббат, мейірім дегеннің барлығын ұмытып, жаңа адамның мысалға сені жамандағаны, сені бүйткен, соттағаны, оттаған бәрі есіне түсіп, ана сол кезде ана биохимическая реакция жүреді, гормондар ойнайды, сенің гормон стресстер ойнайды. Стресс жүрек қаға бастайды, ми дызылдай бастайды. В общем, жүзің қараяды, жүзі қара деп айтады, жүзің сұрланып қарайып, сол кезде айнаға қарап көріңдер, стоп, тоқталарың десе, айнаға қараңдар, сразу айнаға қараңдар, мен не істеп отырмын деп, иә? Сенің какой-то бір 3 минуттық, 7 минуттық алтын уақытың біреудің есігін глазоктан салауға кетіп қалады, иә? Ол бір. Және ол қарағаннан саған жаман болады. Сенің бүкіл қаныңды улап, санаңды улап, өзіңнің биохимическая реакция окисляется. Кислый болып кетесің. Лицо кислый болады, қанда кислый болады. В общем, не керек? Өзіңнен жанына өмір жоғалады, иә? Содан кейін шабыт кетіп қалады, иә? Ал егер сен ондай болмасаң, энергияң далаға шашпайтын болсаң, сен оны ешкім инстаграмды қарамайсың, сен өзің арман мақсаттарың ойыңда тұрады, сен үйіңді тазалап, әдемілеп, айналаға шайыңды беріп, әке-шешеңе хабарласып, болмаса, енді өзіңнің тек қана сен өмір деген сені жек көретін және сен жек көретін адамдардан тұрмайды ғой. Өмір деген сені сыйлайтын және сен жақсы көретін адамдардан тұрады. Сен фокусың сондай жақсы адамдарда болса, анау-мынау кішкене жаңағы арқаңнан нетіп жүрген адамдар ол болады. Если жаңағы сенің арқаңнан біреу түкірсе дейді, значит ты впереди дейді. Сен алда келатқаннан кейін сенің арқаңнан біреу түкіріп келе жатыр. Сондықтан ол сен алға мақсатыңа келе жатырсың. Сенің сол нәрсеңді кейбір адамдар болады, көре алмай шалса, сен артыңнан бұрылып, оған ұрысып, оны балағаттап, және болмаса сөйтіп тұрған уақытта сен қанша уақытыңды кетірдің және қанша энергияңды текке жұмсадың. Және тағы да энергия босқа кететін, ол адам сенде ешқандай шаруа жоқ. Почему-то сенің өзің ішіңнің тарлығынан, сенің почему-то іш тарлығынан сен біреудің инстаграмын қарап, у кого-то есть красивый ребенок, или у кого-то есть красивая машина, или у кого-то есть красивый дом, только не у меня десең, сен онда не істеп отырсың? Сен бір адамға неге мына адамның бөпесі өліп қалмайды, неге мына адамның машинасы өртеніп кетпейді, неге мына адамның үйі құрып кетпейді, неге ол менен артық деген сөз, ана адамға жамандық тілеген деген сөз. Аллаға сол кезде сүйкімдісің ба? Алла саған сондай адамға энергия бере ма? Жаман ойлайтын адамға Аллах тағала қуат бермейді. Және ол сол өзінің ойын өзгертпесе, Аллах тағала ол адамның үйін жинауға да күші келмей жатады. Үйін де жинай алмайды. Қуаты баласына жетпейді. Баласын ұрып, айқайлап сабайтын болады. Қуаты жетпей, күйеуінің көңілін таба алмай, күйеуімен төбелесіп отырады, ұрсысып отырады. Неге? Энергия басқа біреуді жек көруге кетіп жатыр. Сосын Алла ондай адамның энергия оған аз береді. Және оны қоймаса, ондай адамға Аллах тағала ауру береді. Сынақ ойлан, өзінің жанын аямаса, Алла тағала тағы неден береді? Балаға береді. Сөйтіп жүргенде сен шала жансар күйге енесің. Неге мен ешкімге жамандығым жоқ, неге менің өмірім жаман болып жатыр? Сенің ойың жаман просто, ниетің жаман. Ниеті жаман адамға Аллах тағала қуат бермейді, және жаман ауруға дейін барып қалуы мүмкін. Алла сақтасын, Неге жаман ауру береді екен деп ойласаң, неге адамдар соңғы жағында жаман ауруға душар болады? Бұл дегеніміз, мысалға адамның бір мысал келтіріп көрейінші, сенің қолыңа тікен кіріп кетті делік. Мына тікенді сен ала алмасаң, ол тікен іріңдеп өзі шығып кетеді. Қалай іріңдейді? Ол процесс лейкоцит бөлініп, яғни іріңге, ақ неге лейкоцит отталкивать етіп, іріңдетіп тікенді шығарып жібереді. Сол сияқты
біз кім боламыз өмірде, Алланың осы жаратқан әлемінде кім боламыз? Біз тікенбіз, который негатив ойлайтын адам. Мадина қату мүмкін емес, мүмкін сен де қатып тұрған шығар, себебі менің үйде Wi-Fi жақсы. Біз кто негативный көп ойлайды, кім біреуді көре алмай жүр, кім біреуді жек көріп жүр, кім өмірі қабағы ашылмай жүр, сол тікен. Сондай тікенді айналадағы адамдарға жамандық жасамаш үшін лейкоцит отталкивать етіп нені шығарған сияқты, Аллах тағала сенің бірінші қуатыңды азайтады, содан кейін ауру береді, содан кейін өмірден кетесің. Егерде сен жаман энергия бөліп тұрсаң, негативтен толып тұрсаң, Аллах тағала саған энергияны, жақсы адамға беретін энергияны саған беріп қойса, ана қуатпен, көзбен адамға энергия беру болады, көзбен адамды өлтіру болады. Егер сөйлей алмаймын осы күйеуімнің көзінше. Ақыл көйсе алмай қалам, ақымақ болып көріну керек деймін. Жаңбыр жауып тұр ғой деп отыр. Так, қай жерге келдім мен? Запуталась. Енді сен мына жерге келейін. Мен адым айта алмай қалам, сен айтсын. Можно кішкене чуть-чуть? Бәріне энергия керек. Ренжіп қалды кішкене. Қасыңа отырмадым деп. Енді қараңдаршы, қай жерге келдім? Егер сондай негативный настроенный адамға Аллах тағала дұрыс кәдімгі бүкіл шын мұсылман адам сияқты адамдарға бергендей қуатты беріп қойса, жаңағы адам айналаға жамандық жасайды. Ол анадай мықты энергия негативке тойып алса, онда ол жек көрген адамын на месте сұлатып түсіруі мүмкін. Ал енді қыздар қараңдаршы, негативный адам, бірақ сильный, ол қандай адамдар? Ол қуатты басқа жерден алатын адамдар, Алладан емес. Поэтому ондай негативный адамдар болса, Аллаға тапсырып, Аллаға сыйынып, егер үйде болсын онда адамдар, жайлап, естілер естілмес, Ясин сүресін, Бақара сүресін қосып қойыңдар, естілер естілмес, үйде негативно настроенный ата, ене, күйеу, абысын, қайнапа, қайын сіңілі болса, жайлап Ясин сүресін, Бақара сүресін қосып қойыңыздар. Жайлап Аллаға тапсырыңыздар. Сонда жайлап барлығы реттеледі. Енді жаман энергия туралы айттым. Жаман энергия, сен қалай вампир болып кеткенін білмей қалуы мүмкін. Сен қалай жағы эфир сақтала ма? Сақтаймын ғой, сақтаймын бұйырса. Енді позитив энергия деген не нәрсе ол? Позитив болған, өміріңде бір нәрсе болып жатса да, далақтап шауып, шықылдап жүру емес. Позитив деген бет алдығыла күлу емес. Позитив деген бірінші сабырға келіп алу керек, Алланың қуатымен оның барлығы Алладан сұраймыз, сабырлықты, сабыр. Сабырлықты сұрап аламыз. Сабырлыққа келіп алғаннан кейін позитивке қалай келеміз? Бірінші біз деген өзіміздің жан болып осы дүниеға келгенімізді нетуіміз керек. Соған кәдім қуануымыз керек. Я есть на этом свете. Мен осы өмірде бармын, Аллаға шүкір. Бірінші. Сен өзің мына әлемде өмірде бар екеніңді шүкіршілік етіп қуансаң, сен тағы бір адамның дүниеде жүргені ол үшін де сондай үлкен қуаныш. Сен ол адамға жамандық ойлай алмайсың. Егер сен ана адамды жек көрсең,
ол адам жоқ болып кетсін деген сөз. Біреуге не тілесең, сол саған болады. Поэтому жамандық тілемейміз, Содан кейін шүкіршілік айтамыз. Біз не істейміз? Демаламыз. Ауа қазір бізге телевизорден берсе, ауаны толтырып алыңдар, 3 күндей ауа болмайды деп айта ма? Ауа всегда болады. Енді ол тоқтайтын күні қашан екен білмейміз, бір Алла біледі. Сондықтан тегін ауа бар, тегін су бар. Ай мен күн айналып кезек-кезек келіп тұр. Мы за это переживаем? Не переживаем? Күнде міне қазір күн батты, ай келді, ертең таң атады. 1 секундқа да кешікпейді. Кәдімгі заңмен, Алланың әмірімен барлығы болып тұр. Жер айналып тұр ма? Айналып тұр. Қазір кішкене аздап вирустар көтеріліп тұр ма? Кішкене жаңағыдай бір осындай індет болып жатыр ма? Бұл жай ғана еркелеп, мына балаға жай ғана бұрышқа тұрғызып қояды балдарды. Наказание ұрыспайды, ұрмайды, тым қылмайды. Осы жасаған қылығың үшін 3 ай бұрышқа тұрасың деп тұрғызып қояды. Ұрмайды, ұрыспайды. Ойлан. Не бүлдірдің? Ойлан. Мен сен қазір ештеңе айтпаймын. Мен саған осы уақытқа дейін айтып жүрмін. Сен қазір барып бұрышқа тұр. Ойлан. Ойлан. Неге мама бұрышқа тұрғызып жатыр? Мен балдарым бұрышқа тұрғызып көрген жоқпын, бірақ просто апайлар тұрғызады ғой, сол мысалға келтіріп жатқан. Бір карантин жай ғана бұрышқа тұрған оқушыдаймыз. Аллаға шүкір. Жай ғана сондай ойлансын деген нәрсе. Тағы неге шүкіршілік айтамыз? Біздің мына бүкіл мүшеміз бұл баға жетпейтін байлық. Ми, бұл компьютер жетпейді ешқандай. Не бір компьютер мысалға iPhone 10, iPhone 11 деп шығып жатыр ғой. Быстро работает, там быстро думает. Мынау ми деген не бір әлемнің компьютерін қосса да салмайды. Ол компьютер есеп шығарып сөйтеді ғой. Біз мидың қызметімен можем создать свой мир. Біз өзіміздің әлемімізді ойлап, армандап, жүрегімізге түсіріп, Алладан ниет етіп, Аллаға құлшылық етіп, біз өзімізге лайықты, өзімізге тиесілі нығметті алып отырмыз, намаз кіріп жатырсыздар. Алып отырмыз, Сондықтан бірінші миды айтып қалдық, Біздің миымыз көз көріп отыр. Көз көріп отыр. Мұрын есті сезіп отыр. Ауыз бар, сөйлейміз бұл ауызбен. Бұл ауызбен сүйеміз баламыздың бетінен, бұл ауызбен ас ішеміз. Өмір мұрыннан ауамен өмір алып жатырмыз. Аспен суды да ішеміз. Өмір құлақ, шаш, тырнақ. Қыздар, қазір осылай отырыңдар да, қазір опусойда отырыңыздар да, не жалко, алып кетші мына мүшемді деп айтып көріңдерші. Тырнағыңды да қимайсың ғой қыздар. Шаштарыңды қиясыңдар ма? Маған қазір мен любой қазір қалтамда $1 миллиард бар. Мен қазір барам да ертең лучше сатып аламын мен бір жерден. Аллах ала берші, бір мына жерімді алшы деп айта аласыңдар ма? Айта алмайсыңдар, потому что сатып ала алмаймыз ешкім. Жұқа болса да, бұйра болса да, тағы қандай шашты ұнатпайтын адамдар, шаштарын ұнатпайтын адам. Шашым қақиып жатыр, тым бұйра емес, или бұйра жыным келеді, тіке болса ғой депті. Или қастарыңды беріп қойыңдар, қас. Дым керек емес, ол қасты жетем. Татуажбен салып аламын. Ала берші қасты деп айтасыңдар ма? Хотя бы қасыңды беріп қоясың ба? 5 түйір қасың болса да, оны бір жерге барып пересадка жасатып ақшамен жүрмейсің ғой. Тегін Алланың берген байлығы. Қас хотя бы. Ал біздің әрбір клетка қалай жұмыс жасайды? Және ол қалай бір-бірімен ұштасады? Как они обновляются, как они вместе работают, оның бәрін Алла реттеп қойған ғой. Міне, бір стакан демей қояқшы, бір қасық суды іштік. Ол су қайда бара жатыр қазір? Ішіп жібересіңді білмейсің, кетті ол. Ол қай жерге бара жатыр? Ол су қайда барып сіңді? Ол су қашан шығады?
көзден жас болып шыға ма, үстімізден тер болып шығып жатыр ма, және басқа жолдармен шығып жатыр ма, білмейміз. Ол Алланың жаңағы құрып қойған бір ғажайып бір системасымен болып жатыр. Мы не контролируем мына өзіміздің дене мүшемізді. Неткен байлық. Негізінде ғалымдар 2010-да 10-11 жылдары, бала көтеру туралы айтыңызшы. Айтам қазір, 2010-11 жылдары мына подобие земли создали өздерінше. Олар біз мына өмір жасауды ойлап таптық деп неткен ғой. Уже они объявили, мына құрып қойған нәрсе, как вселенная сияқты, жарылып кеткен ғой. Взорвался дейді. Представляете? Олар Алла жаратқан әлемді жаратқысы келді, жарылып кеткен ғой. Представляете? Және мысалға клон жасаған жағдайда да, клеткалардан кәдімгідей адам сияқты жасаған жағдайда да сана бола ма, жан бола ма, жүрегі бола ма? Ол механический болып кетпей ма? Энергетикасы қандай ба? Алла сақтасын. Сондай Алланың жаратқан ең бірінші байлық біздің жанымыз, сосын біздің мүшелеріміз, және біздің байлығымыз ауа, күн, ай, жер, жел, ем, су, топырақ, от. Содан кейінгі байлықтар нелер? Біз өзімізді айттық, табиғатты айттық. Қасымызда әке мен ана дүниеге әкелген байлық. Оларды мы никем не заменим. Байлық. Бауырларың, қатар өскен бауырларымыз, байлық. Алла қосқан жарыңыз болса, ол байлық. Дүнияға бөпе берсе, ол байлық. Бір үйде тұрып жатсаңыз, неше бөлме болса да байлық. 3 жыл бұрынғы, 15 жылға бұрынғы әлде былтыр алған кілемің ба уже музыка дейін жатқан сияқты, что-то не нравится, это байлық. Сенің ішіп отқан күндегі суың байлық. Үйдегі ыдыс-аяқ байлық. Қыздар, өте біз қашан шүкіршілік айтып өзіміздің үйіміздегі байлық бай екенін сезінеміз. Позитив ой басталады. Вот позитивке келу үшін бірінші шүкіршілікке келуіміз керек, қыздар. Шүкіршіліктен кейін Аллаға алғыс айта білу керек. Азан басталады. Байлық сол, Аллаға әлхамдулиллах, бәрі шүкір, менде бәрі бар. Бүкіл бар нәрсемізге Аллаға алғыс айтайық. Позитив, солай бірінші сабырлыққа келеміз, шүкіршілікке келеміз, алғыс айтамыз. Алладан таза қуат сұраймыз. Өзіміздің жаман қылықтарымыз, жаман әдетімізді кетіруге Алладан күш сұраймыз. Бірінші өзімізді жақсы көріп аламыз, өзімізді қабылдап аламыз. Бізді туған әке мен анаға бас иеміз. Қандай болса да бізге өмір берген үшін бас иеміз. Бізге осындай жер бетіне жан ретінде мені жіберді Аллах тағала деп, Аллаға, бірінші құлшылық Аллаға. Сондықтан сол бірінші сол шүкіршілігімізбен алғысымызды білсек, позитив сосын басталады. Неге позитив келмейді? Потому что біз ойлаймыз, мен біреуден кеммін, менде ештеңе жоқ деп ойлаған адамда позитив. Мен несіне күлем, менде ештеңе жоқ. А сен не бар екен біліп ал бірінші. Байлық деп барлығы қазір шулап жатқан байлық. Тек қазір осындай сабаққа қатыссаң, сен миллионер боласың. Сен сабаққа қатыссаң, сенде бәрі болады. Сен шетелге қыдырасың. Сенде жаңағы не? Джип, Лексус, бірдеңе. Мен сабақ өткізгенде қыздардың мен мечтать не вредно. Мечтать даже надо. Но шүкіршілігіңе жетпей, Аллаға құлшылығыңды толық өтемей, ұят болады сұрауға. Лайықты болмайық бірінші. Дүнияуи дейді ғой, дүнияның артынан қумай, бірінші біздің жанымызды реттеп алу керек. Сосын күшті жарасады екен осылай. Не ғой, мен расслабленный, прям ұйықтап қалайын деп отырмын қазір. Потому что мен ұрланып, баняға түсіп келдім, дымрендемеңіздер деймін ба.
тым көрінбеуге тырыстым. Иә, мен құрмет тұтам, біздің жаңағы тәртіпке бағынам, бірақ әйел адамға күш керек. Солай. Сосын сөйлесіп, нетіп, құшақтасып, бір-бірімізбен көрісіп, сүйікті достарымызбен араласып келдік. Иә? Жаңағы Гүлмира күтіп отыр, бөпе туралы мен айтқаным, иә қыздар, золотое правило сначала алтын құрсақ екендеріңді біліңдерші. Төменгі жақтарыңды мына установкадан қалып қою мүмкін, то что это ұятты жер, жаман жер, бітіңе жер. Байланыс болып қалған жағдайда, біреумен байланыс болып қалған жағдайда, сол байланыстан арылмай, сенің қасыңа дұрыс адам келмейді. Сол байланыстан Алладан кешірім сұрап тазартылмай, бөпенің орнын тазарту керек бірінші. Бөпенің орнын тазартып алу керек. Бөпенің орнын тазартыңдар. Бөпенің бірінші жататын орны, және ол бөпені көтеріп жүретін адамның бүкіл мына жері мен мына жерлері позитив болу керек. Жаңағыдай жақсылықтарды ойлап жүру керек. Келіп алып, мен ойлағандай ене болмай жатыр, мен ойлағандай үй емес, мен ойлағандай дүние емес, мен ойлағандай бірдеңе емес. Келдің ба, сол жерге лайықтысың, все. Значит, сен сол осындай нәрсеге лайықтысың, және сен осындай жерді армандадың. Е? Содан кейін көбіне Аллаға толық сенбейтін адамдар. Тым ренжімеңдер қыздар, мен Аллаға сыйынамын бірдеңе деп сөйлесіп қалған кезде адамға сенетін адамдар. Адамға. Егер ана адам Құран оқып мені шықтаса, менде бірдеңе болады деп ойлап қалады біреулер. Болмаса, жаңағы күйеуім осындайларды жасаса ғой, мен сөйтіп көтермедім деп. Бұл деген жауапкершілікті өзімізге алмай, иә,